Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін қыркүйектің 15-і. Сабағымыздың тақырыбы «Әкеліңіз, көмектесейін». Оқу мақсаты мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғау. Бүгінгі біздің жаңа сөздеріміз сыпайылық, апарысу, әкелісу, тәрбие, алғыс айту. Қане бір рет тағы да қайталайық жаңа сөздерді. Сыпайылық, апарысу, әкелісу, тәрбие, алғыс айту. Бүгінгі бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. 22-ші бет оқулықтағы. Сен атаңа, әжеңе, анаңа қалай көмектесесің? Сіздерге үлгі беріліп отыр мұнда. Атама газет әкелемін. Анама ыдыс жуып көмектесемін. Әжемнің бөлмесін тазалаймын. Әрі қарай өздеріңіз жалғастырамыз. Келесі бізде екінші тапсырма айтылым. Суреттегі әрекетке қарап, тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырыңыздар. Тірек сөздер әжей, сөмке, апарысу, жолдан өту, көмектесу. Бізде мұнда апарысу сөзіміз жаңа сөз. Үлгі ретінде сіздерге Асан жолда әжеге кезікті. Жақсы, ауызша осы тапсырманы орындаймыз. Келесі бізде оқылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қой. Және түсінгеніңді айтамыз деді. Адамдар бір-біріне құрмет көрсетуі керек. Бұл сыпайылық пен әдептілікке жатады. Кішілер үлкендерге құрмет, үлкендер кішілерге үлгі көрсеткені дұрыс. Үлкенді сыйлау жақсылық, жақсы қасиет. Әр бала өз үйінде атасын, әжесін, әкесі мен анасын құрметтегені жөн. Мектепте мұғалімдерге құрмет көрсету жақсы тәрбиенің белгісі. Әлібек өте тәрбиелі, мейірімді, ақылды бала. Атасы оған ақыл айтып, жақсы істерге үйретеді. Әлібек атасының сөзін тыңдайды. Атасын сыйлайды. Әлібек көшеде үлкен кісілерге көмек береді. Оларға көшеден өтуге, автобустан түсуге көмектеседі. Үлкен кісілердің сөмкесі ауыр болса, үйіне апарысады. Олар Әлібекке алғысын айтады. Жақсы, жарайсыңдар. Қазір бірге отырып, біз мәтінді оқыдық. Енді тақырып қойып, түсінгендеріңізді айтамыз. Келесі біздің орындайтын тапсырмамыз жазылым тапсырма. Яғни мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздердің аудармасын дәптерлеріңе жазыңыз. Мәтіннен жалқы және жалпы есімдерді тап. Мәтініміз бізде міне, қою бөлгіленген сөздер құрмет, сыпайылық, әдептілік секілді сөздер аудармасын жазамыз. Және де жалқы және жалпы есімдерді табамыз. Біз алдыңғы сақырыптарда өткенбіз жалқы есім және жалпы есім деп. 9-шы бетте ережесін бір еске түсіріп алып, мәтіннен жалқы есім және жалпы есімдерді табамыз. Мәселен, жалқы есімге Әлібек, ал жалпы есімге адам. Жақсы, ары қарай өздеріңіз жалғастырып дәптерге жазамыз. Біздің оқылым тапсырмасы 5-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру.
Сұрақтар оқулықта бар. Оған арнайы біздің дискрипторымыз нақты жауап және ой еркіндігін сіздерден талап етіледі. Бірінші сұрақ. Адамдардың бір-біріне құрмет көрсетуі қалай аталады? Екінші сұрақ. Кішілер үлкендерге қалай құрмет көрсетеді? Үлкендер кішілерге қандай үлгі көрсетеді? Әр бала үйде кімді құрметтеуі керек? Жақсы тәрбиенің белгісі не? Әлібек үлкендерге қалай көмектеседі? Үлкен кісілер кімге бата береді? Жақсы, бүгінгі сабақ осымен аяқталды.